Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге өте оңай слаймды жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге клей қажет, оны біз ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне шампуньді, фейриді құйып, және де оның үстіне гелімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де оның үстіне біз зубный пастамызды қосатын боламыз. Енді бұл ерігенше араластыратын боламыз. Бұл толыққанды еру керек. Енді керегінше қойланғанша борной кислотамызды қосып араластыратын боламыз. Достар, мен краситель қосуды ұмытып кеттім, сондықтан да осылай краситель қоса салдым. Маған осылай ұнады көк түспен. Сіз қалаған түстеріңізді қоссаңыздар болады. Енді осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде әлі сұйық болып тұрғандықтан мен тағы да борной кислотаны қосып, біраз қойланғанша араластырдым. Міне бізде жаймендеп осылай қойланып келе жатыр. Міне қараңыздар. Достар, міне слаймымыз шықты. Енді қолымызбен алып оны үстеліміздің үстіне салып алатын боламыз. Достар, бізде осындай болып өте ерекше болып слаймымыз шықты. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты видеолар болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.